Қане, 768-ді 534-ке көбейтейік. Мысалды баған түрінде жазамыз. 768 көбейту 534. 768-ді 4 бірлікке көбейтеміз. Бірінші толымсыз көбейтіндінің мәні 3072-ні табамыз. Ондықтарға көбейтеміз. Жауабын ондықтардың астына жазамыз. 768-ді 3-ке көбейтеміз. Шығады 2304. Жүздіктерді көбейтеміз. Жауабын жүздіктердің астына жазамыз. 768-ді 5-ке көбейтеміз. Тең 3840 болады. Толымсыз 3 көбейтіндінің мәндерін шығарып алдық. Енді шыққан көбейтіндінің мәндерін қосамыз. Шығады 410112.